Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы алтын адам. Бүгін сабақтың мақсаты шағын мәтінді түсінесіңдер, тақырыбын анықтайсыңдар және мәтіннен сан есімнің орынды қолдана алуға үйренесіңдер. Алдымен оқушылар жаңа сөздермен танысайық. Ребята, вначале познакомимся с новыми словами. Ескерткіш, памятник, теңдесі жоқ, нет равных, ғажайып, удивительный, туынды, произведение, соңғы кезде, в последнее время, тоналып кеткен, разворованный, түйме, пуговица, очки, украшения, зергерлік бұйымдар, золотые изделия. Ребята, с новыми словами постарайтесь составить словосочетание предложения. Новые слова запишите в словарь. Жаңа сөздермен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастырдыңдар деп үміттенемін, оқушылар. Ал енді оқушылар мәтінмен танысайық, мәтіннің аудармасын тыңдаңдар. Алтын адам есік қорғанынан табылған ескерткіш. Золотой человек – памятник, найденный в крепости Есік. Обада жерленген мәйіттің басында аяғына дейін алтынмен апталған. Тело, погребенное в чуме, было покрыто золотом с головы до ног. Киім киісінде қарағанда оның патша немесе көсем екені байқалады. Судя по его одежде, видно, что он король или вождь. Алтын адамның киімі әлемде теңдесі жоқ, ғажайып өнер туындысы. Одежда золотого человека – чудесное произведение искусства, единственное в мире. Соңғы кезде үш патшаның обасы зерттелді. Недавно было изучено чума 3 царей. Байге төбе деген обадан алтын киіммен жерленген сақ патшасының мүрдесі табылды. Тело сакского царя было найдено похороненным в золотых одеждах на поле Байге төбе. Бұл оба ерте заманда тоналып кеткен. Эту чуму разграбили еще в древности. Тоналғаннан қалған алтын түймелер, әшекейлер мен зергерлік бұйымдар саны 4000-нан асады. Количество золотых пуговиц, украшений и драгоценностей, оставшихся от ограбления, составляет более 4000. Ал енді оқушылар өз бетінше мәтінді тағы бір рет оқып, аудармасымен танысыңдар. Жақсы оқушылар, енді оқылған мәтін бойынша зат есім, сын есім және сан есімдерді табыңдар. Ребята, теперь из прочитанного текста найдите зат есім существительное, сын есім прилагательное, сан есім числительное. В таблице даны задания: екі жалқы зат есім, 2 существительных, собственных существительных, екі сапалық сын есім, 2 качественных прилагательных, екі есептік сан есім, 2 количественных числительных. Хорошо, ребята, я надеюсь, что вы правильно выписали задание из текста. Сөйлемдердің дұрыс бұрысын анықтаңдар. Ребята, определите правильные, верные и неправильные, неверные предложения из текста. Алтын адам есік қорғанынан табылмады. Золотой человек не был найден в горах Есік.
Алтын адамның киімі әлемде теңдесі жоқ. Одежда золотого человека нет в мире равных. Соңғы кезде 3 патшаның обасы зерттелді. В последнее время были исследованы 3 чумы 3 царей. Бәйгетөбе деген обадан Томиристің мүрдесі табылды. В горах Бәйгетөбе было найдено тело Томириса. Зергерлік бұйымдар саны 4000-нан асады. Золотые украшения превышают более 4000. Ребята, я надеюсь, что вы правильно выполнили данное задание и вписали их в таблицу. Үйге тапсырма оқушылар, сөздерді жаттау. Ребята, дома запишите, выучите новые слова по новой теме. Ал енді оқушылар кері байланыс жасайық. Сабаққа кері байланыс жасайық. Ребята, давайте сделаем обратную связь по уроку. Алтын адам қайдан табылған? Где было найден золотой человек? Алтын адамның киімі қандай? Одежда золотого человека какая? Алтын адамның киіміне қарасақ, кім болғаны байқалады. Если посмотреть на одежду золотого человека, можно сказать, кем он был. Осымен оқушылар сабақ аяқталды. Сау болыңдар. На этом урок закончился, ребята. До свидания.